Бұған қосымша мен қай Нұркенді білмеймін, жұрт білмейтін қандай тағы Нұркен бар? Қоғамда азаматтық сананы ояту, азаматтық санаға түрткі болу, азаматтық қоғамға ой салу. Қайырлы күн, арна көрермендері. Бүгін бізде қонақта Нұркен Жарылғабылы, қоғам қайраткері, кәсіпкер. Бүгінгі қазақ әлеуетіндегі, қазақ әлем желісіндегі ішінде өзінің орны бар. Қазақ үшін, мемлекет үшін қаншама жұмыстар істеп жүрген Нұркен бауырымыз ортамызда. Бірінші, Нұрке өзіңе қойылатын сұрақ: бала Нұркен, жас Нұркен, бозбала Нұркен, арманшыл Нұркен жөнінде тарқатып айтсаңыз. Рахмет. Бүгінгі осындай подкаст студияға шақырып қонақ болып жатқаныңызға, Кереку өңіріне осыны себеп болып келіп қалдық аға. Балалық шақ, бала Нұркен, балалық шақ кезең. Біздер енді тоқырау заманға түсіп қалдық. Кеңес үкіметі тарап, елде әртүрлі жағдайлар болып жатқанда, нарықтық экономика өтіп жатқан кезде өткен балалық шағымыз бар. Дегенмен мен жас кезімнен, жаңа қазақта айтады ғой, шалдың баласы деп, апам мен атамның қолында өстім. Өсек емес, өсеттің да өстік қолымыздан келгенше. Сондықтан сол кезеңдегі балалық шақ қиыны бар, жақсылығы бар, жамандығы бар. Бір кісідей балалық шақтан өткен кезеңіміз болды. Әркімнің өзіне тән балалық шағы дейді ғой. Өкінбейтін, қуанып та, қызғанып та, қынжылып та алатын балалық шақ болды. Сондықтан балалық шақ жалпылама көз алдымызда қиыны мен жақсылығы, жеңілдігі, жақсылығы мен жамандығы қатар келген балалық шақ болды. Жалпы осылай. Жақсы, бәрімізге қойылатын сұрақ мынандай: сені мен болашақ. Осы қоғамдық қозғалыс, осы үлкен елдің ішіндегі жалпы отбасылық құндылығына, отбасылыққа көзқарасты бүтіндей өзгеріп тастаған. Менің өзім сенімен болашақпен танысып біліскеннен бері отбасы дейтін, әкенің орны, шешенің орны, баланың орны дейтін дүние өз басымды көп толғатады. Мына дүниені айтыңызшы, сенімен болашақтың тарихы жөнінде неден басталды, ненің ұшқыны, не себеп болды? Сенімен болашақ, бұны талай жерде айтып жүрмін. Сенімен болашақ бұл жүректен шыққан, қыз бен әкенің арасындағы диалогтан туған бір дүние. Дұрыс айтасыз, отбасы құндылықтары. Дегенмен сенімен болашақтың асыл мақсаты отбасы құндылықтары негізге алып отырып, қоғамда азаматтық сананы ояту, азаматтық санаға түрткі болу, азаматтық қоғамға ой салу деген дүние. Өйткені отбасы азаматтық қоғамның айнасы. Сондықтан бұның сенімен болашақтың тарихы биылғы таңда 5-ші жылға кетіп бара жатыр. Кереку өңірінде туған дүние. Қызым осы өңірде оқыды. Сондағы Астанадан жұма сайын келіп, қызымызбен дерттесіп, сырласып, бірақ ер азамат болғаннан кейін, жұмыс күйбең тіршілік болғаннан кейін, балаға көңіл бөлмей, оның жан дүниесіне құлақ салмай, не меңзеп тұр, не қалап тұр деген дүниелерге сәл ұзақ қалғандықтан, пандемия кезіндегі бір сырласу уақытынан туған Нұркеннің санасына, жүрегіне өткен сол сөз: әке, сенің менімен өткізген уақыттарың мен үшін бақыт деген сөз адамның сүйегінен, жүрегіне жол тапқаннан кейін, сенімен болашақты көрейін, өзімнің айналама ой салайын, жалғыз мен ғана осындай ма деген дүниеден туып, қазіргі таңда 160 мың мүшесі, 16 филиалы, 60 шақты маманы, жаңағы 5 бағыт дейміз. 5 бағыттың ішінде бірінші ой айту емес, ой ояту. Халыққа ой айтатын көп. Біздікі ой түрткі, өйткені бұл теориялық емес, практикалық түрде. Бұл концепцияның бағыттардың бәрі осы халықтың арасына шықты. 5 жылдың ішіндегі
жинақталған халықтан келген ұсыныстар, халықтың жан айқайы, соның ішіндегі жүрегіндегі мазалап жүрген ойлардан туындаған. Екінші бағыт мысалыға ақылмен айтып жүрекпен жеткізу. Бұл біздің проекттеріміз. 20 шақты проект қазіргі таңда жобалар іске асты, әлі асып жатқандары да бар әр өңірде. Одан кейін жаңағы құндылығыңды қадірлеп құтың толсын дейді. Бұл да бір бағыт. Тілмен емес тірлікпен, бұл бір бағыт. Сондықтан өзіңді тап, өзегіңе орал, бұл бір бағыт. Осындай бағыттарда қазіргі таңда сенімен болашақ қоғамда Абылайдың кезінде батырлар, жыраулар, ақын жазушылар ақысыз қалай бұл елге қызмет етіп жерді қорғаған болса, сенімен болашақ айналасындағы өзіңізден бастап ақысыз бірлікті малға емес, абай айтпақшы антұрғандық емес, бірлікті елдің мүддесі үшін іске асыратын азаматтардан құралып, сол көш қазіргі таңда елдің әр жерінде тілмен емес, тірлікпен қызмет етіп келе жатқан жағдайымыз бар. Сондықтан сенімен болашақ бұл отбасы құндылықтарын негізге ала отырып, азаматтық қоғамға, саналы азаматтық қоғамның құрылуына түрткі болатын, сол жолда қызмет етіп жатқан бір бірлестік қоғамдық ұйым. Жақсы, рахмет. Жалпы осы қоғам пайда болғаннан бері қаншама мен білетін ақылды азаматтар, қазақтың жарқын азаматтары осы жерге топтасып жүргенін көріп, өз басым шын қуанамын. Енді мына әлеуметтік желіде, Нұркен Жарылғабыл, әлеуметтік желіде сіздің түйдек, терең тамырлы, бір тамырының басы қазақтың даласының ұғымынан алатын, даладан алатын, қазақтың өнегесінің бір өзгеше бейнесі, өзгеше бояуы бар жазбалар жазылып жатады. Осы жазбаларға не себеп, неліктен, қандай бір қуатпен, қандай бір күшпен, қандай бір себеппен жазып жатады? Рахмет, мен әлеуметтік желіден ұзақ адам едім, негізі, кәсіпте жүргеннен кейін. Бірақ сенімен болашақ идеясы туып, халық сұрады. Бұл сенімен болашақтың артында кім тұр? Сенімен болашақты кім қаржыландырады? Бұның ойын, айтар сөзін, өйткені содан халықтың алдына шығып, біз өз басым 27 елді мекенді аралап, ауыл алаш айнасы деген бағдарлама құрып, ұзақ шалғайдағы жерлер, мына жағы Жаңатас, мына жағы Ақтау, мына жағы Арқалық, бүкіл халықпен кездесіп, сол кезде халыққа өзіміз таныстырып, ниетімізді білдіріп, сенімен болашақтың 3 ұстанымы жаңағы тіл, дін, саясат мәселесінде жоқ. Біздікі елдік мүдде, халықтың басын бір арнаға тоғыстыру үшін, құндылықтар сыйластық формуласын ортаға қою үшін, біз сыйластықтан қалған қоғам болғаннан кейін, құндылықтардың табан асты болып құлдыраған заманда өмір сүріп жатқанда, соны қайтадан жаңарту мақсатында. Сондықтан елдік іске араласып кеттік. Елдік істе жүргеннен кейін елді мазалайтын, елдің ішіндегі жүрген нәрселерді тыңдап, кейде көзбен көресің, кейде құлақпен естисің. Осы дүниелерді ішкі дүниенен өткізіп, жүрек сүзгісінен өткізіп, еш болмаса әлеуметтік желіде ой айтпайын, ой оятайын деген ниетпен жазылып жүрген жазбалар деп айтар едім. Жақсы, рахмет. Жалпы мен Нұркен өзіңмен танысқан сәттерде кәсіпкер Нұркен қалпында, жаңа өзің айтып отырсың, әке Нұркен қалпында таныдық. Мемлекетші Нұркен екеніңді мен өз басым өте жақсы білемін, сыйлаймын. Осы бір қазақтың жақсы көретін сыйлайтын екі азаматтың біреуі болатын болса, бір жалғыз басы өзің екені анық. Бұған қосымша мен қай Нұркенді білмеймін, жұрт білмейтін қандай тағы Нұркен бар? Өте орынды сұрақ. Мемлекетшілдік, әке Нұркен деп жатсыз, мемлекетшіл Нұркен деп жатсыз. Бірақ мен айтар едім, қоғам және өзіңіз, бұл өте төтесінен қойылған сұрақ болғандықтан, бала Нұркенді ел танымайды. Сондықтан бұның жауабын айтар едім, бала Нұркенді білмейді халық. Бала Нұркеннің ішінде бәрі жатыр. Бала Нұркен аңғал болуы мүмкін. Бала Нұркен тәуекелші болуы мүмкін. Бала Нұркен қорқақтықты білмейтін болуы мүмкін. Бала әрі пәк, әрі қайсар. Бала деген ашылмаған қазына. Сондықтан бала Нұркенді білмейсіздер деп ойлаймын. Жақсы. Жақсы, мен Нұркен өзіңіздің бойыңызда мына бір қасиетті жалпы қадір тұтып
ұнатамын. Кезінде Қаныш Сәтбаев домбыра ұстап домбырамен ән салған. Әлкей Марғұлан атамыз да домбырамен ән салған екен. Сәкеннің өзі бір шақтарда қолына домбыра ұстап, кейде мұңды, кейде сырлы дүниелерді, Жүмкен Нәжімеденовтің өзі домбырада ойнағанын айтып жатады. Мен домбыраны қолыңызға ұстаған сәтте, Нұреке, басқа бір леппен, басқа бір түрменен өзгеріп кететініңізді ылғи да байқаймын. Домбыра ұстаған Нұркен не туралы ойлайды екен, нені армандайды, нені қиялдайды? Енді домбыра қазақты ғасырлар бойы түсініп келе жатыр, бірақ қазақ домбыраны түсіне алмай келе жатырмыз деп айтар едім. Домбыраның ішінде бәрі жатыр. Домбыраның ішінде сыр да жатыр, шер де жатыр, қайғы да жатыр, мұң да жатыр, мотивация да жатыр, шабыт беретін де жатыр. Өйткені қазақтың болмысы сол домбыраның ішінде. Сондықтан мен домбыраны, қара домбыраны бір кісідей әртүрлі шер тарқату үшін тартам, ойланам, бірақ дегенмен болмысымның механизмін өзгертетін бір дүние домбыра мен үшін. Сондықтан домбыраның қоңыр үнімен шертіп кете бергенде тұла бойындағы болмысының механизмі жаңағы айналатын, астан кестен болатын, өзімді Сарыарқаның төрінде, қазақтың кең даласында, кешегі ұлыларымыздың қазіргі заман құндылықтары болсын, бүкіл нәрсе сол өзінің тұла бойын болмысынан өткізетін бір механизмді кешен. Сондықтан домбыраны қадірлеймін, қадірлемеген құт қонбайды, бағаламаған бақ қонбайды дейді. Сондықтан біз қара домбырамызды қадірлеп, қастерлеп, насихаттап, қазақтың осы күнге дейін қазақ боп қаулының астарында да салт дәстүр осы домбырамыз жатса керек. Өйткені нәубетті де көрдік, аштықты да көрдік, тоқтықты да көріп келе жатырмыз. Бірақ бүкіл нәрсе сол құралдың ішіндегі қазынада деп білемін. Жақсы, рахмет. Әлеуметтік желіде анаңыздың шашын тарап отырғаныңызды бір жолы көріп байқап қалдық. Жалпы жанұя деген үштаған ғой. Біреуі әке, біреуі шеше, біреуі бала. Осылардың орны сіз үшін қандай болмақ? Жалпы сен мен болашақ үшін қандай болмақ? Өткен жолы әкелердің қадірі жөнінде де бір басқаша бір қиырлы сөздер жазылып жатқан кезде әкенің орны бөлек қой деп жазып жатқан тағы да көріп қалдым. Осы туралы таратып айтсаңыз. Енді ата-ана енді киелі кереку жерінде отырмыз. Ашқұрдың елі. Ашқұрдың өзіңіз білесіз, жақсы бір сөзі бар. Ата-анаңды жас кезінде қадір тұтып батасын алмасаң, кейін өсе келе өзіңнен төмен иттердің құлы боласың дейді. Сондықтан ата-ананың батасын алу, өзінің де анаға деген хаты бар, өлеңі бар. Тірі болып, жетімдікті көріп, сезініп, жас кезінен білім қуғандығы, анаға деген сағынышы, ананың мейірім мен ақылдың қайнар көзі, мейірім мен шапағаттың нышаны деп жататын Ашқұр. Сондықтан біз ата-ананы құрмет тұту үлгісін біз ұлыларымыздан көрдік. Сондықтан ата-ана, бала үштігі дейміз. Енді қазір жаһанданған заманда бұл үштіктің құлдыраған жағдайы бар. Бұған талай әртүрлі себептер болуы мүмкін. Дегенмен жалғызбасты әке болсын, жалғызбасты ана болсын, қоғам болғаннан кейін, тағдыр болғаннан кейін әртүрлі дүниелер болады. Бірақ дегенмен жаңа да айтып өттім, менің басты қағидам бұл сен мен болашақтың да фундаментінің өзі сыйластық болуы. Кім бол, ол сыйласа біл. Сондықтан ата-ана, бала, әкенің орны асқақтау, оны ешкім жоққа шығара алмайды. Бірақ әкенің әлсіздігін, әкенің адасқандығын, әкенің кейде мейірімділігін, өзінің тұғырын жоғалтып алған қоғамда кездесіп жатады. Оған мән беріп, әкенің асыл қасиетін, әкенің асқар тау екенін жер аяқ асты қылмаса екен деген менде ниет. Аналарымыз, қазір міне 8 наурыз мерекесінің қарсаңында отырмыз. Аналарымыз да бұл махаббат пен мейірімнің символы, нышаны деп жатамыз. Ананың да өзінің тұғыры бар. Сондықтан бұлар үшеуі біте қайнасқан бір болмыс. Енді мына Айша Бибі анамыздың бір жақсы сөзі бар. Ер аяқ жау келгенде қадірлі, ит аяқ бұл жалғанда қадірлі дейді.
ер аяқты ит аяққа алмастырмауымыз керек. Яғни ит аяқ деп күнделікті ішіп жүрген табағымызды айтатын болса, ер аяқ жау келгенде ерлер қадірлі, елдің шетінен қауіп төнгенде ерлер қадірлі. Сол тек қана жаугершілікте қауіп төнгенде емес, ерді әрқашан өзінің тұғырында ұстап сыйлай білетін болсақ, сыйластық формуласын қоя білетін болсақ, ана мейірім мен шапағаттың қайнар көзі болатын болса, ананың да өзінің тұғырында құрметтей білетін болсақ, оған қараған бала, ұрпақ, мейірімге толған бала қоғамда әрқашан кешірімді болып өседі. А мейірімді көрмеген бала қоғамда қатыгез болып өседі. Қазіргі қоғамдағы қатыгездіктердің асыл себебі сол отбасы ошақ қасындағы мейірімділік формуласының құлдырағандығынан, қатыгездікті көріп өмір сүріп қынжылып та қайғырып та келе жатқанбыз. Сондықтан ата-ана, бала үштігі бұл қазаққа қазіргі таңда кім болса ол болсын, сыйласып, құрметтеп, бір-бірін үлгі тұтатын қоғамды қоя білетін болсақ, бала еш болмаса ертең жүретін кезінде, өмірге қадам басқан кезінде шатаспасы, жаңылыспасы, қыңыр қисық әрекеттерге бармасы, бұл ата-ана мен ер мен әйелдің, ата мен ананың арасындағы қарым-қатынастан туады деп білемін. Сондықтан біздің сенімен болашақта әке мен қыздың арасындағы сөйлескен дүние дейміз ғой. Бірақ дегенмен мен айтар едім, бұл тек қана ата-ана деп біріктіретін нәрсе емес. Ана мен атаның арасындағы сыйластық, құрмет формуласын балаға енгізу. Бұл жалғызбасты, тағы да айтамын, жалғызбасты әке, жалғызбасты ана да болуы мүмкін. Бірақ бала бұл жерде запа шекпеу керек. Өйткені бұл ертең қазақтың болашағы дейтін болсақ, жарқын болашағымыз, ұрпақ тәрбиелеп, ертең ел боламыз дейтін болатын болсақ, осы қағидаларды қиын да болса қолдыратпай, қолда ұстауға тырысуымыз керек деп мен айтар едім. Жақсы. Білген адамға біраз сөз айтылған секілді, мынандай дүниеде Нұркен бауырым осы арада сұрағым келіп тұр. Қаншама қазақтың ішінде кәсіпкер азаматтар жүр. Ақшасын енді әртүрлі бағыттарда ұстап жүрген шығар. Бірақ соның ішінде қазақтың жаны үшін, қазақтың рухы үшін, қазақтың ертеңі үшін, қазақтың отбасы үшін, қазақтың әлсіремеуі үшін, қазақтың рухының сынып кетпеуі үшін өзіңдей қызмет істеп жүрген жанды мен дәл қазір жақын арада көріп тұрған жоқпын. Осыған не себеп? Осы бұл жанның қалауы ма, әлде бір жанұяның қалауы ма, әлде бір келе жатқан бір тәрбие ме, қаннан ба, әлде бір ұрпақтан жалғасып келе жатқан дүние ме? Жоқ, бұның жауабы ұлыларымыздың тарихында жатыр. Жаңа айттым ғой. Бұл қазіргі таңда қазаққа ең жетпей жатқан бірлік Абылайдың кезіндегі бірлік деп айтар едім. Біз Абайдан бері қарай бірлік деген нәрсенің атынан гөрі затынан гөрі атына таңсық болып қалған қоғам болдық, өкінішке орай. Бірақ дегенмен кешегі Абайлар болмаса да аты бөлек, бірақ заты, рухы Абайлар бұл қоғамда бар. Кешегі мәшһүрлер болмаса да аты мәшһүр емес, бірақ рухы мәшһүрлер бар. Бұған мен анық сенем. Сондай ұлыларымыздың ұлағатты сөздерінен мына айтады ғой, кітапты көзбен оқысаң оқымысты боласың, ақылмен оқысаң ғалым боласың, жүрекпен оқысаң жүректің ожданның сүзгісіне өткізетін болатын болсаң, дана немесе дара боласың дейді. Сондықтан мен өзімнің жаңа айттым ғой, шалдың қолында өскеннен кейін сол қасиет бар, әр нәрсеге, жүрекке, кітап оқыған кезде. Сондықтан мен бұл сенімен болашақ құрылымында да, фундаментінде де Мәшһүр Жүсіппен танысқаннан кейін, соның 29-ын оқығаннан кейін, өзіміздің Мәшһүрдің мұңы кітабын оқып, жүректен өткізгеннен кейін, бұл нәрсені істемеске тұрмайтын жан екенімді сезіндім. Бұл істеліну керек. Өйткені қазір қасиетті Рамазан айында отырмыз, оразада. Топырақтан келді, топыраққа барамыз. Мені бір сұрақ мазалайды. Ертең барған кезде сол ұлылардың алдында не жауап береміз деген сұрақ. Мәшһүр айтады, мен пәленбай жыл ел кезіп, осы қазақтың жоғын жоқтап, шежіресін толтырдым, әдет ғұрпын толтырдым, жырларын толтырдым. Абай айтуы мүмкін, мен болыста болдым,
ананы да көрдім, бірақ мұрным қанады. Алаштықтар айтуы мүмкін, жас кезімізде осынша нәрсе жасадық. Осы елге ердің жаңағы мойны қылдан жаңағы еркектік құрбандық деп атылып та кеттік. Кешегі абылайлар айтуы мүмкін, осынша жүздің басын құрап елге мына жағы аю мен айдаһар, ар жағы парсы болып тұрған кезде осы елді әйтеуір бір арнаға тоғыстырдық. Осы дүниелер адамның рухына кірген кезде оны істемеу антұрғандықтың нақ өзі деп айтар едім. Сондықтан әр азамат өзінің орнында аз да болса да жасай беру керек. Менің қолымнан осы келеді екен, мен осыған шүкір етемін, осыны жасап келе жатырмын. Бұдан рухани ләззат аласыз. Енді мына жерде қазір аузыңыз берік, шөлде болсаңыз, бір стакан су тұратын болса, оны маған бөліп берсеңіз, материялық түрде ләззатыңыз қанбай қалуы мүмкін. Тіліңіздің ләззаты қанбай қалуы мүмкін. Материяның ләззаты бөліскен сайын азаяды, рухани ләззат бөліскен сайын көбейеді. Сондықтан бұл нәрсе бөліскен сайын көбейетін дүние болғандықтан мен осы жолда жұмыс атқарып келе жатырмын деген ниет. Ғажап. Оққан адамға біраз дүние айтылды деймін. Енді Марсель Пруст, Серік Елікбай сұраға, қысқадан нұсқа, сіз жақсы көрер кітап? Мен жақсы көрер кітап көп. Бірақ дегенмен жаңа ғана астында кітапханада айтқаным сол. Қайым Мұхамедхановтың кітаптарын жақсы көремін. Өйткені әділдіктің нышаны ол кісі. Жақсы. Сіздің ұғымыңыздағы Мәшһүр Жүсіп? Енді иісі мұсылман, әлімсақтан мұсылманбыз дейміз ғой. Бір мұсылман үшін құбыла қандай қасиетті болатын болса, мен Мәшһүрді айтар едім қазақтың құбыла намазы деп. Жақсы. Егер өмірден өткен жандардың ішіндегі бір адаммен ғана кездесуге мүмкіндік болатын болса, сіз кіммен кездескен болар едіңіз? Өте терең бір сұрақ екен. Мен Қонаевпен кездескім келеді. Дінмұхамед ағамызбен. Жақсы. Өйткені көп сұрағым бар ол кісіге. Ол кісіге. Жақсы. Сіз ұнатпас адам бойындағы қасиет? Ұнатпайтын қасиет көп, бірақ дегенмен ең ұнатпайтын дүнием ішкен құдығына түкірген адамдарды ұнатпаймын. Адамды ұмыттыртпас қандай қасиет деп ойлайсыз? Мен жақсылық дейтін десем, жақсылықта ұмытылады. Жамандық дейін десем, жамандықта уақытымен ұмытылады. Өмірдегі бақытты шақтар ұмытылмайтын шығар. Мен мысалы өзіме бақытты шақтың бірі, көп бақытты шақ көп, бірақ дегенмен соның ішіндегі біреуі осы Германияға оқуға барып, ол жердегі неміс елінің тілге деген құрметтілігіне тәнтімін. Университетке түскеннен кейін де сізге 15 ай уақыт береді. 15 айда 2 мүмкіндігіңіз бар неміс тілін тапсыруға емтиханды. Сонда 8 айда тапсырып, анама сол қуанышты бөлісу үшін соңғы қаражатымды жұмсап Парижге барып, Эйфель жаңағы мұнарасының төбесіне шығып, сол жерден телефон соғып, анама емтихан тапсырдым деп қуанғанымды бөліскенім бар. Осы бақыт шақ менен есім келмейді. Сіздің есіңізде ұмытылмас қасиет. Мүмкіндік болса, сіз қай ғасырда өмір сүрген болар едіңіз? Енді өткенді тарихтан оқып біліп жатырмыз, қазіргіден көріп жатырмыз. Егер онда мүмкіндік туатын болса, мен бір жаһанданған цифровизация дейді жаңағы, цифрланған дәуірдің қай жерге дейін баратыны, бұдан кейін не болатынын қиялдаймын. 27-ші ғасырда өмір сүргім келер. 27-ші ғасырда. Жақсы. 27-ші ғасырда қазақ болып өмір сүрген. Жақсы. Бәріміз де бұл дүниеден өтеміз, кетеміз. Алланың алдына барғанда не деп айтқан болар едіңіз? Аллаға, жаратушыға ең жақындаудың қысқа жолы жақсылық жасаудан өтеді деп айтамын. Сондықтан осынша қолымыздан келген қатесіне қарамай сүрінсек те, пендешілік жасасақ та, қолдан келген дүние солның разалығы, ұлларымыздың батасын алу үшін өмір сүрдік деген ниетпен істеген нәрселерімді ожданым тыныш,
барып осыны қабыл ал деп айтамын. Қолымнан келген осы еді. Жақсы. Сіз енді бәріміз де өлеміз ғой. Сіз 100-ге жетіп, ақсақал, қазақ білетін, алаш танитын, абыз Нұркен дейтін атақпенен жатқан тұсыңызда кейінгі ұрпаққа бір ауыз сөз айтсаңыз не деген болар едіңіз? Енді өмір еңбексіздікті, жалқаулықты, немқұрайлықты кешірмейді. Табиғат қамданбағанды кешірмейді. Өйткені табиғат өзінің жұмысын істейді. Ол сізден сұрамайды. Өмір де солай. Ол ағып отыр. Ол сізбен ақылдаспайды. Сондықтан жастарға айтар едім, әрқашан өздеріңізді өркениетке жетелеңіздер. Білім алыңыздар. Білім мен ішкі дүниені үйлестіретін жандардан болыңыздар. Өзегіңізге оралып, өзіңізді тауатын, өзіңізді білетін жандардан болыңыздар. Екінші, кім болсаң, ол қандай дәрежеде болсаң да адам болып қалып отырсыз. Ең бастысы кейінгі ұрпаққа айтарым, қиялды арманға емес, арманды амалға айналдыратын сөздің емес, істің азаматы болуды. Жақсы, рахмет. Бүгін бізде қонақта қаншама жиындар, жұртқа керек, мемлекетке керек жиындар өткізіп жүрген. Қаншама жақсы істер жасап жүрген. Қазақтың, алаштың қаншама кітаптарын шығарып жүрген. Алаштың арда ойының ардагері, кәсіпкер, қоғам қайраткері, сенімен болашақ қозғалысың негізін салушы Нұркен Жарылғапұлы Асановпенен кездестік. Менің білуімше тағы да бір кең ақтарыла кездесетін тағы да бір кездесулер болатын шығар. Аман сау болайық. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Көп көрсең де үміт үзбей, келесің көз жасыңды тыйып, сен себебін білсең өмір сый. Кесек сынақтан мән іздей, бозарып атқан таңдай оянасың келесі.